Қазақ өнерін әлемге танысам деген үлкен арманмен келген сырдың сандуғашы бүгін міне финалда. Финалға өтетін Құралай Мейрамбек өтеді. Құралай Мейрамбек, Қазақстан дауысы жобасының кезекті финалисті. Қазақстан дауысы жобасы армандары орындалатын жер десем қателеспеймін. Себебі Қазақстаннан ғана емес, өзге мемлекеттерден де жанкүйерлерім, тыңдармандарым көбейіп жатыр. Бұл да болса қазақ өнерінің, қазақ әнінің әлемге танылу деп білемін. Енді дәл осы финалда да көрерменнің есінен кетпестей өнер көрсететініме сенімдімін. Құралай өзін сахнада жақсы ұстайтын, жас болса да кәсіби әнші. Халықтың махаббатына бөленіп үлгерген қатысушы. Құралай мен үшін өте талантты қыз. Ол қазақи әндерді нақышына келтіріп, керемет орындайды. Құралайға Алла тағала бүкіл мүмкіндікті берген. Орындаушылық шеберлікті де, дауысты да, жүректі де, сезінуді де, мелизматиканы да. Сол орайда берілген тапсырмалардың баршасымен толық керемет орындап шықты деп айта аламын. Құралай жеңіске лайықты деп өз басымыз. Маған сенім артқан тәлімгеріме алғысым шексіз. Сәкен ағаның, сонымен қатар ата-анамның, туған туыстардың, жерлестерімнің және жанкүйерлерімнің үмітін ақтауға тырысамын. Себебі олардың жолдаған жылы лебіздері маған шабыт береді. Қызымыз Құралай Мейрамбек қызын біз барша ауыл тұрғындары, жерлестері қолдаймыз, қорғаймыз. Мықтылардың арасынан суырылып шығып финалға жеттім. Құрметті қазақстандықтар, мені қолдаңыздар. Сәкен ағаның сандуғашы Қазақстан дауысы атануға лайықты. Маған дауыс беріңіздер, мен сіздерді жақсы көремін.
Қазақстан дауысы сахнасында Құралай Мейрамбек. Не деген қолдау, жарайсың Құралай. Енді тәлімгерлердің пікірін білейік. Майра ханым, өзіңізден бастайық. Көрініп тұр, осы Қазақстан дауысын жеңем деп. Ойпырмай шейін асыр салып деген сияқты. Әрине, біздің жастарымыздың қазір осындай талпынысы, өнерге деген. Бірақ мен осы бір нені ұнатпайтыным, қазіргі көп әншілерде тек қана конкурсқа барып, осы өзіміздің елімізде бағаламағаннан кейін таланттарды шетелге барып бағалатып келеміз деген бір өкпе бар да, наз бар. Мен білмеймін, неге өзіміз бағаламаймыз деп. Сол себепті қарап отырым, қайта жаңағы айтқан өзінің тілегі де, басқалардың да айтуынша, жаңағы конкурсқа барып, әлемге барып, қазақты танытам, бұл жақсы нәрсе. Бірақ әнші ретінде мен айтайын дегенім, жаңағы әнді майна тамызып, әдемілеп, жұмсақ қып, жүрекпен айтса екен, жаңа көп айқай емес, сондай жұмсақ қып айтса екен деген менің өз жеке пікірім. Ал бірақ Құралай осынша бүгінгі мынау дайындықпен келгені, осы әнді жеткізіп айтқаны, әрине, неге ұнамасқа? Маған ұнады. Рахмет, көп рахмет. Ал Әлем, сен не дейсің? Құралай, финалға өтуіңмен және де сен финалға өтетін негізі ең басында келген кездері бірінші орындауынан кейін жобамен Құралай финалда болады деген бәрімізде болжам болды. Және де мен ойлаймын, сен лайықтысың деп бүгін финалда сахнада тұруға. Сен техникаң және де өнердегі бұл көзқарасың маған ұнайды. Өте әдемі, және де сені ұялмай шетелдік үлкен байқауларға апарып, міне мынау деп осындай қыз деп қоюға. Қазақстан дауысы деп емес енді. Бұлай міне осындай Құралай деп андай қып айтуға болады. Сен оған лайықтысың. Рахмет, өнерің өте әдем болды. Рахмет, түсінікті Әлем. Маржан ханым. Мықтыны мықты деп мойындау керек. Енем дүршігіп кетті. Әдемі. Ерекше әсер. Құралай, сен өте жассың. Қаншама белестер Құдай қаласа алда деп ойлаймын. Біз осындай талантты дара қызымызбен мақтануымыз керек. Шын мәнінде. Болды сәттер, сәтсіздік сәттер болды. Осы жоба барысында кішкене саған келмейтіндей, мүлдем келмейтіндей әндер сені кішкене артқа тартып тұрды. Бірақ мен сен тыңдап, қазір осындай ойға келіп жатырмын. Құралай қорқыт әнімен қалай кірді? Осы финалға жетіп толғау әнімен нақты нүктені қойдың. Міне осындай әндер сені ашады. Сен мынау техниканы, мынау білмеймін, миға сыймайтын бір керемет мынау талантын. Сонымен қатар Құралай өте қарапайым қыз, өте тәрбиелі, бірақ сахнаға шыққан кезде бір қозып кетеді да, сол ұнайды маған. Жарайсың деймін, сәттілік. Рахмет, Маржан ханым. Сәкен мырза, ал Әлем айтқандай, сіз Құралайдың финалға жететін болжадыңыз ба бастапқыда? Енді Алладан өзі сөйлей алмаймыз, бірақ жобамен өзім стратегиялық жоспарым болды, болжамым болды. Енді Маржан айтқандай, қателіктер болмады емес, барлық қатысушыларда болды. Және шында өзінің оң жамбасына келмейтін дүниелерде ұсынып қалған кездеріміз болды. Сол кезде, бірақ мен мына әнді айтпаймын, маған келмейді, менің табиғатыма жат демей, барлығын өзінің ыңғайына келтіріп, Құралайдың бір ерекшелігі кез келген әнді, кез келген тілде сол ұлттың өкілі сияқты шырқай алатын мүмкіндігі бар. Арабша әнді, арабтың тілі, сол өкілдің, сол жердің суын ішіп, отын оттап, ауасын жұтып жүрген адам сияқты ән шырқай береді. Түрікше, ағылшынша, итальянша, қазақша ма, міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жалпы Гүлнұр Оразымбетова деген күміс көмей жезтаңдай әншінің ән қоржындағы әнмен бастап, сол әнмен аяқтап отыр. Гүлнұрдың ән қоржындағы әнмен, оның өз бір жақсылықтың нышаны шығар деп ойлаймын. Жалпы Майра ханым айтпақшы, жеңімпаздың тұла бойынан, табиғатынан қазақтың иісі аңқып тұру керек. Қазақстан дауысы болғандықтан. Ертең неңді көрсетесің дегенде, анау өзінің балықты өз майына қуыр деп дайын нәрсені өздері Құдайдың құтты күні көріп жүрген нәрсесін қайтып оларға ұсыну меніңше
ойынша дүние емес, ал біздің жаңалығымыз, біздің орындаушылық шеберлігіміз. Бағанағы вокализді өтінсем бола ма? Тікелей эфир екен білем. Ең соңындағы вокализді ғана айтып берші. Деген жерін. Өтініш. Бұндай манипуляция болмайды ғой. Жоқ, жалпы жоқ. Микрофонға. Мен айтамайым. Енді, мысалы, сен кейде бір ыңғайсыздық тудырмай ма? Тәлімгерімнен де мықты айтып кеттім деген сияқты сенде ыңғайсыздық тудырмай ма? Алтыным сол. Өте құрметтеймін, бұл деген үлкен шеберлік. Кеше әлеуметтік желіде дайындық кезінде салдым. Менмін деген әнші осы вокализді салып көрсінші деп. Қайталаңызшы деп та қалжыңдап. Сол орайда түсінем, әнде тыңдау керек, бірақ байқау екенді ұмытпауымыз керек. Құралай, мен сені жеңімпаз ретінде көргім келеді. Алла жарылсын. Рахмет, Сәкен мырза. Айтпақшы, айта кететін. Әлемде, тікелей эфир екен білем. Әлемдік деңгейдегі өздеріңіз білесіздер, Voice деген бұл жоба, франшиза, үлкен франшиза екен білесіздер. Әлем бойынша Құралай 3 рет The Best of Voice деген бұл үлкен 3 рет ең тұр. Ол рейтингте біздің адамдардың 15 рет кіріп Рахмет, құрметті тәлімгерлер, баршаңызға. Рахмет. Нагірді, отыр, ең бірінші кірген выступление. Бір адам 3 рет Барлығызды қымбатты көрермен. Бір адамның 3 рет енуі. Жай, ол апта қорытындысы, ол андай асып баратқан кәдімгідей үлкен емес. Әлем, рахмет. Иә, біздің тәлімгерлер жоба барысында көрермендерді көндіру жағынан мықты болып атты. Шыны керек, оның бәрін байқап отырмыз.